Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін сендермен Оралхан Бөкейдің Атаукере повесінің ана бөліміне тоқталатын боламыз. Сендермен өткен сабақта Атаукере повесімен таныстық. Енді бүгін ана бөлімі, ана рөлдеріне тоқталамыз. Сабақтың мақсаты әдеби туындыда көтерілген мәселеге өзіндік көз қарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс жазу. Осы мақсат тұрғысынан сабақты бастайық. Айна бейнесі басты кейіпкерлердің бірі. Айна орманда омарта ұстап отырған үйдің бар тіршілігі осы айнаның мойнында. Құдай қосқан қосағы ерік айнаны түсінуден қалған. Кеше ғана Алматыда арман қуып білім алған қыздың тұрмысқа шыққалы көңілін мұң басқан. Көп еңбектенуді алдына мақсат етіп, өзін еңбекшіл араға теңейді. Келесі басты кейіпкер Нұркияна. Ұлты басқа болса да жастайынан қазаққа келін болып түскен. Бүгінде елге сыйлы ақ жаулықты ана. Нұркиянаның ендігі бар үміті жалғыз ұлы Ерік пен келінінде. Сол жалғыз ұлының дүние қорлығы алаңдатады. Ерік пайда табуда ештеңеден аянбайды. Кәрі ананы алаңдататыны да осы. Оған тек келіні медеу. Енді Нұркиянаға шығарма арқылы мінездеме берейік. Ақылды, әдепті. Оны шығарманың мына бөлігінен көреміз. Мен Еріктің әкесі Қандауырға тұрмысқа шыққанда, жарықтыға тамыз, атын айтқаным әдепсіз болар. Қайнатамды айтамын. Меккеден оралып, қажаға танып қайтыпты. Қазақ салт дәстүрін ұстанады. Әлі есімде, басыма кимешек, шылауыш киіп, ақ шатырдай болып бие сауылға шыққанымда, бүкіл ауыл мәз майрам болып қарап еді ау шіркін. Төзімді, жарықтық күйеуім балажанды кісі еді ғой. Амалы не? Еріктің ер жеткенін көре алмады. Айтып айтпай не керек? Не көрмедік? Неге көнбедік? Келіні Айнаның сөзі. Сіз, апа, орыс та, қазақ та емессіз. Сіз басқа ұлтсыз. Жер бетінде жоқ ұлттың өкілісіз. Ол ұлт ана. Әттең, сіздей адам жалғыз ақ па деп қорқамын. Келесі сіздерге арналған ана туралы керемет тамаша бейнебаянды тамашалайық. Білесің бе, ол сені құрсағында көтеріп жүрген кезде түрлі қиындыққа тап болған еді. Ұйқысы бұзылды, ашықты. 9 ай бойы жатса да, тұрса да қиналумен болды. Бірақ ол осы қиындықтар арасынан қуаныш көретін, бақыт табатын. Себебі жүрегінде сен өмірге келет деген қуаныш бар еді. Білесің бе, ол дүние есігін ашар мерзімің жеткенде жанын шүбірекке түйіп толғатты. Өлім мен өмір арасында арпалысты. Алайда шіреткен даусыңды естігенде бүкіл қиындығын ұмытып кетті. Мазасызданып жылағаның есіңде ме? Бесікте жылап мазалап, түн ұйқысын 4 рет қана бөлдім дейсің бе? Ол сені жұбатумен қаншама таңын ұйқысыз атырды. Сені емізетін, жуындыратын, бүлінген киіміңді еш жиіркенбей сан рет жуды. Ол қалай асылың болмасын? Ол сені түсінбесе де, жүрегімен бәрінде ұғатын. Дәргердің есігін қағып, көмектесуін сұрады. Сенің сәл тынышталуың үшін қолындағы барын беруге дайын еді. Балапаным аман болса, осы қиындықтың тағы жүзіне шыдар едім деп,
моншақ жастарын төгетін. Білесің бе, ол сенің бір сәттік күлкіңнен бақыт табады. Сенің әр басқан қадамыңа мәз болған дәл сондай адам өмірде жоқ. Білесің бе, ол сенің иман жүзді, дені сау азамат болуыңды сәт сайын Алладан тілейтін. Өзінің жыртығын жамап, саған ең тәуірді кигізетін. Мектепке қолыңнан жетектеп апарып, сабағыңа көмектесіп, кітап дәптерлеріңді түгендеп беретін. Ешкімнен кем болмауың үшін өзіне шұлық алуға да ақшасын қимайтын. Білесің бе, ол бәрін де сен жақсы болу үшін жасайды. Және барлық қамқорлық мен игі істер үшін сенен ақы сұраған емес, ешқашан сұрамайды да. Ұмытпа, сен оған қарыздарсың. Ролик сіздерге жақсы әсер қалдырды деген үміттемін. Кезекті тапсырмаларға берейік. Бірінші тапсырма менің анам тақырыбына эссе жазу. Эссе жазу барысында анаңыздың бойындағы қай қасиетін Нұрке анаға ұқсаттыңыз, осы сұраққа да жауап бергеніңіз абзал. Келесі тапсырма анаға арнау 4 жұмбақ өлең жазу. Егер өлең жаза алмайтын болсаңыз, белгілі ақындардың өлеңін алып, сол өлеңнің желісімен өзіңіз құрастырсаңыз болады. Алда бұндай өлеңдер беріледі. Кезекті тапсырма өте қызықты. Егер анаңыз дәл қазір жаныңызда болса, алаңызға алғыс білдіріңіз, жақсы көретініңізді айтыңыз, жеткізіңіз. Егер алыста болса, қоңырау шалу арқылы жеткізіңіз. Ал егер қандай да бір себептермен бұл дүниеде болмаса, Құран бағыштаңыз. Келесі кезекте ақындардың аналарына арнаған өлеңін оқиық. Тұманбай Молдағалиев: апама, әр күніңе таң болып күле кірем, гүлің болам бағыңа мың игілем, саған алқа силарем қалтам тесеп, мөлдір ғып мойныңа жүрегілем. Тыныштығын жанымның түнге ұрлатып, жыр жазамын бұл азап, бұл бір бақыт, қиялымның шетінен қиып алып, сырға тағып беремін сыңғырлатып. Жұмекен Нәжмеденов: ана, арманыңды ақтарамын ба жүрегімде тербесем, айға сіңіл қарындассың қасиетті жерге сен, мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сендік қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Ана, бесікте бөбек, бірі тербетеді, бірі тербеледі, бала бөбек былдыр өсіп те келеді, анаға жалғыз сол да жетеді. Ана, қайран ана, тербейді ана әлемдегі күлкіні, нұр себеді аналардың кірпігі өлігеде ояуға, анадайын біреу үшін жылауға, біреу үшін аяуға. Тербейді ана қуанышты, бақытты, тербейді ана тебіренеді жаны шын. Мұқағали Мақатаев: ана, құлайын деп бара жатам құлдырап, көңілім жүдеп көзім алды бұлдырап, сол кезде бір ән естимін жақыннан, аққан бұлақ секілденген сылдырлап, есім жиып өз бойымды тік ұстап, тіршіліктің әуенімен тыныстап, сергеймін де сезім гүлін құлпыртам, кел дегендей болады бір күн ұспақ, сөндім ау деп, өлдім ау деп ышқырып қалған кезде бойымдағы күш бұғып, сөнбейсің деп дауыстайды анашым, мен орнымнан жығыламын ұштырып, ойнап шығам содан кейін құрақтай. Сонымен 4-ші тапсырма ана туралы мақалдарды жалғастырамыз. Алып анадан екінші бөлігін табу керек. Келесі мақал: атадан өсиет. Ана сүтін ақтамағанды
Anаңа ауыр сөз айтпа. Ана көрген оқ жонар. Және де екінші бөлігін жазып аяқтаймыз. Сонымен Оралхан Бөкейдің Атау кере повесіне қысқаша шолу жасайық. Осы күнге өткенімізді қорытындылайық. Бұл шығарма басты кейіпкерлері Нұрке ана және ұлы Ерік пен келіні Айна. Олар Ерік омардашы ормандағы жалғыз үйде тұрады, таудағы ауылдан жырақта тұрды. Ерік жастайынан ақылды болғанымен, адамдармен көп араласа бермейтін, салқын мінезді, көздеген мақсатына жетпей қоймайтын, және де өте дүниеқор, пайда тапқанды жақсы көретін. Басында айтқандай, Нұрке ананың қорыққаны да осы еді. Себебі ол алдына қойған мақсатына жету үшін ештеңеден тайынбайтын. Ол тіпті өзінің досы Тағанды да еш аямастан өзінің пайдасына, жеке басына пайдаланғысы келді. Оның әлсіздігін пайдаланып, өзіне құл ретінде жұмсағысы келді. Сонымен кейіннен пайда табамын деп жүрген Ерік шетелден ерекше тұқымды бал араларын алғызады. Ол бал араларын өзінің араларымен будандастырып, тағы да бір тұқым пайда болады. Бұл керемет бал өнімдерін жақсы бергенімен, адам үшін өте қауіпті еді. Өте сондай зиянды, егер адамды шағатын болса, өліп кететіндей сондай зиянды аралар болды. Бірақ дүниеқорлық Еріктің көзін байлады. Бұл жаңағы байлыққа ұмтыламын деп жүріп, осы араларды тапқанына мәз болды. Соңында Нұрке ананың қорыққаны орындалды. Бал аралары Нұрке ананы шағып, нәтижесінде Нұрке ана осыдан қайтыс болады. Енді сендермен бұл шығарманы толықтай оқып, ана бейнесіне талдау жасалды, тапсырмалар берілді, кейіпкерлер талданды. Алдағы уақытта берілген тапсырмаларды орындап, тиянақты орындап, жіберулерің сұралады. Бүгінгі сабақ бойынша әйелдер, аналар бейнесі бойынша бұл жерде Айна өзінің жан-жарына берілген сондай Ерікті жақсы көріп тұрмысқа шыққанымен өзін құрбан еткен, ешқандай жаңағы араларында бала да болмады, керемет арман мақсаттары болды, өзін жаңағы араға теңеді, еңбекқор араға теңеді, себебі күні түні еңбек етуден жалықпады. Ал Нұрке ана болса, сондай ақылды, дана, өзі ұлты қазақ болмаса да көреген, қазақтың салт дәстүрін ұстанған ана ретінде бейнеленген екен. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кезекте керемет бір бейне баянға тамашалайық, және де барлық тапсырмаларды орындап жіберуді ұмытпайық. Сау болыңыздар. Жананам асыланым, қиынға жасымаған, сен барда көк теңізді тасып ағам. Мейірімін төккен маған, көңілің көктем маған. Мен үшін менің анам аяуланам, көрмесем сағынамын, өзіңе бағынамын, ауырма жалынамын, аяуланам.
ömürdün ötkelenін сүрінбей өткеніммен артыңа қарайлайсың алаңдаумен ол құзың өскенімен жан жаққа кеткенімен жолына сағынумен қарайлайсың мейірімін төккен маған көңілің көктем маған мен үшін менің анам аяулана жетелеп жетегіңе ойланып ертеңіме алладан бақытымдай тіледің бе қуанып жүремізді ойнап біз күлемізді сен жүрсең арамыздай аяуланам қуанып жүремізді ойнап біз күлемізді сен жүрсең арамыздай аяуланам мейірімін төккен маған көңілің көктем маған мен үшін барлығына аяулана мен үшін барлығына аяулана